Бізде Бипро жобасы мындай бір слоганмен басталады. Білім алудың қиындығына бір сағатқа шыдай алмасаң, надандықтың шырмауында өмір бойы өмір сүресің деген. Онда біз не нәрсені түсінеміз? Білім алу қиын екенін түсінеміз де. Және де білім алуды қиындататын арнайы факторлар бар. Соның ең алғашқысы ол түсініксіз сөз. Бізде маңызды емес, мен кітап оқуым мүмкін, мен бір курсқа қатысып спикер тыңдап отыруым мүмкін. Қай жерде болсам да, егер мен білімді алу процесінде сол спикердің немесе кітаптағы жазылған тексттің ішінен бір түсініксіз сөзді естісем, және де сол жерде мен соның мәнін мағынасын түсіне алмасам, мен білім алуымда менде қиындық басталады. Мен айтылып жатқан ақпаратты түсінбей бастаймын. Қарапайым кітапты оқимыз, кітапты оқыған кезде сондай бір сөздер бар. Ол сөздерді біз өмірде естиміз. Мысалы айтайық, биржа деген сөз. Елдің бәрі биржа деген сөзді кинодан, бір жерден естіген. Вроде бы түсінесің, бірақ биржа деген не ол десең түсіндіріп бере алмайсың. Егер мен бір сөзге түсініктеме бере алмасам, демек мен ол сөзді түсінбеймін деген сөз. Не істейміз? Кез келген сөзді түсінбедік па? Google-ға кіреміз де сол сөздің анықтамасын түсініп аламыз. Анықтамасын түсіндік, қайтадан сол ақпаратты естіген кезде ол ақпарат бізге басқаша естіле бастайды.